Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода біз сіздермен тотығу және тотықсыздану жартылай реакцияларымен танысамыз. Бұл жартылай реакцияларды жазу болашақта тотығу тотықсыздану реакциясын дұрыстап жазуға және оны түсінуге бізге көмектеседі. Сондықтан біз осы процестермен бүгін танысамыз. Бірінші тотығу процесінен бастайық. Тотығу деп біз реакцияға қатысушы бөлшектердің электрондарын беру процесін атаймыз. Реакцияға қатысушы бөлшектер деп атомдар, молекулалар немесе иондар болады. Мысал ретінде мына жартылай реакцияға қарап көрейік. Бұл жартылай реакцияда темір жай заттан темір 3+ ионына айналып жатыр. Бұл реакция бізде теңестірілмеген. Енді қанша электрондар берілгенін табу үшін біз электрондар және протондар санын осы екі бөлшек үшін анықтап көрейік. Егер біз темір жай затына қарайтын болсақ, бұнда протондар мен электрондар саны өзара тең болады, себебі бұл электр бейтарап атом. Ал темір 3+ ионында протондар саны 26, себебі бұл темір. Ал электрондар санын табу үшін біз мына зарядқа қарап көреміз. Темірдің заряды оң, яғни бұнда протондар саны электрондар санына қарағанда басым және 3 протонға басым екенін көріп тұрмыз. Яғни электрондардың саны бұл жерде 3-ке тең, 23 электронға тең болады. Көріп тұрғандай, бұл процесста темір 3 электроннан айырылып жатыр. Сондықтан біз оны теңестіріп былай жаза аламыз. Темір минус 3 электрон тең болады темір 3+ке. Немесе мына минус 3 электронды біз жартылай реакцияның оң жағына жазып былай жаза аламыз. Темір тең болады темір 3+ плюс 3 электрон. Жартылай реакцияны жазудың екі түрі де дұрыс болып келеді. Сіздің оқулығыңызда ол былай жазылуы мүмкін, алайда британдық немесе американдық оқулықтарда электронның алдына минус таңбасы жазылмайды, сондықтан оны жартылай реакцияның оң жағында көрсетеді. Бұл бізде тотығу жартылай реакциялары болып келеді. Енді тотықсыздану жартылай реакциясына қарап көрейік. Тотықсыздану процесі деп біз реакцияға қатысушы бөлшектердің электрондарды қосу процесін атаймыз. Яғни бұл тотығу процесіне қарама-қарсы процесс. Мысал ретінде мына жартылай реакцияға қарап көрейік. Бұнда күкірт жай заттан күкірт 2-, яғни сульфид ионына айналып жатыр. Қанша электрондардың қосылғанын сынау үшін тап солай протон және электрон санын салыстырып көрейік. Күкірт жай зат үшін протондар мен электрондар саны 1:16-ға тең, ал күкірт 2-тан протон саны 16, электрон санын табу үшін қайтып зарядына қарап көреміз. Зарядынан көріп тұрғандай, күкірт 2-та электрондар саны басым, себебі электрон бізде теріс зарядталған. Нешеге басым? 2-ге басым протондарға қарағанда. Яғни электрондардың саны бұл жерде 18-ге тең. Көріп тұрғандай, бұл процесте күкірт 2 электронды қосып, күкірт 2- бөлшегіне айналып жатыр ионына. Теңестіріп біз оны былай жаза аламыз. Бұл бізде тотықсыздану жартылай реакциясы. Тотығу және тотықсыздану процестерінің анықтамасын білу өте маңызды және оны шатастырмау үшін мынаған қарап көрейік. Тотығу процесін біз электрондарды жоғалту процесі деп қарастырсақ, көріп тұрғандай тотығу және жоғалту сөздерінде г әрпі бар. Ал тотықсыздану электрондарды қосу деп қарастырсақ, көріп тұрғандай екі сөзде с әрпі бар екен. Тотығу және тотықсыздану процестерін бір-бірінен ажырату үшін бізге осылай протондар мен электрондардың санын әрқашанда санаудың қажеті жоқ. Егер біз жартылай реакция кезінде электрондардың берілгенін немесе қосылғанын табу үшін олардың тотығу дәрежелерін салыстыруымызға болады. Мысалы, тотығу процесінде көріп тұрғандай, мына жерде темірдің тотығу дәрежесі 0, себебі бұл жай зат. Ал темір 3+ моноатомды ионның тотығу дәрежесі зарядына сәйкес келу керек, яғни тотығу дәрежесі +3-ке тең. Бұл процесте тотығу дәрежесі көріп тұрғандай артып тұр, себебі темір 3 электроннан айырылды. Тотығу процесі кезінде бөлшектердің тотығу дәрежесі артады. Осыған қосымша мысал ретінде мына жартылай реакцияға қарап көрейік. Мұнда азоттың тотығу дәрежесі -3 және кейін оның тотығу дәрежесі +5-ке артып жатыр. Яғни тотығу дәрежесі артқандықтан бұл тотығу жартылай реакциясы болып келеді. Енді бұл реакцияны теңестіру үшін біз тотығу дәрежесі -3-тен +5-ке арту үшін қанша электрондар берілгенін табу керекпіз. Азоттың бастапқы тотығу дәрежесі -3 және кейінгі тотығу дәрежесі +5. -3-тен +5-ке дейін әрбір қадамды біз электрондар деп санайтын болсақ, тотығу дәрежесі -3-тен +5-ке арту үшін 8 электрон берілу керек. Яғни бұл жартылай реакцияны теңестірсек, азот -3-тен
азот плюс 5-ке дейін 8 электрон беріледі. Енді тотықсыздану процесіне қарап көрейік. Мына жартылай реакцияда күкірттің бастапқы тотығу дәрежесі 0, ал кейінгі тотығу дәрежесі сульфид ионының зарядына сәйкес келеді, яғни тотығу дәрежесі -2-ке тең. Көріп тұрғандай, күкірт 2 электронды қосып алғандықтан, оның тотығу дәрежесі кеміп жатыр. Яғни тотықсыздану процесі кезінде бөлшектердің тотығу дәрежесі кемейді. Мысал ретінде мына жартылай реакцияға қарап көрейік. Бұнда хлор плюс 5-тен хлор минус 1-ге дейін тотығу дәрежесі төмендеп жатыр. Яғни бұл тотықсыздану жартылай реакциясы. Енді бұл жартылай реакцияны теңестіру үшін біз қанша электрондар қосылғанын табу керекпіз. Хлордың бастапқы тотығу дәрежесі плюс 5, ал кейінгі тотығу дәрежесі минус 1. Хлордың тотығу дәрежесі плюс 5-тен минус 1-ге дейін кему үшін 6 электрон қосылу керек. Яғни хлор плюс 5-тен 6 электронды қосып алып, тотығу дәрежесі минус 1-ге дейін кемейді. Және бұл тотықсыздану жартылай реакциясы. Яғни осындай тотықсыздану жартылай реакцияларында қанша электрон берілгенін немесе қосылғанын табу үшін бастапқы және кейінгі тотығу дәрежелерінің арасындағы айырмашылықты табуымыз керек. Сонымен қатар жартылай реакцияларда зат құрамы сақталады. Мысал ретінде мына жартылай реакциясына қарап көрейік. Бастапқы зат оттек молекуласы, оның құрамында 2 оттек атомы кіреді, ал кейін оның тотығу дәрежесі -2 және бұнда тек қана 1 оттек атомы бар екен. Реакция кезінде атомдардың саны сақталу керек. Бұл жартылай реакция дұрыс теңестірілу үшін жартылай реакцияның екі жағында да оттек атомның саны бірдей болу керек. Ол үшін біз 2 коэффициентін қоятын болсақ, жартылай реакцияның сол жағында да, оң жағында да 2 атом оттек болады. Енді бұл жартылай реакцияны біз электрондар арқылы теңестіру керекпіз. Бұл үшін тотығу дәрежелерін салыстырып көрейік. О2 бұл жай зат, сондықтан оның құрамына кіретін оттек атомдардың тотығу дәрежесі 0-ге тең. Ал кейін оттек атомдардың тотығу дәрежесі -2 және бізде ондай 2 атом бар екен. Сондықтан барлық атомдардың толық тотығу дәрежесі оң жақта -4-ке тең. 0-ден -4-ке дейін тотығу дәрежесі кеміп жатыр. Яғни бұл бізде тотықсыздану жартылай реакциясы. Тотықсыздану жартылай реакциясы кезінде электрондар қосылады. Енді қанша электрондар қосылған табу үшін 0 мен -4 арасында айырмашылықты табамыз. Бастапқы тотығу дәрежесі 0, кейінгі тотығу дәрежесі -4. Тотығу дәрежесі 0-ден -4-ке дейін кему үшін 4 электрон қосылу қажет. Енді бұл реакцияны біз былай жазамыз. Бұл бізде теңестірілген тотықсыздану жартылай реакциясы. Енді келесі жаттығу есепті жасап көрейік. Берілген жартылай реакциялардың тотығу немесе тотықсыздану процестеріне жататындығын анықтап, жартылай реакцияларды теңестіріңіз. Бірінші мысалдан бастайық. Берілген жартылай реакцияның тотығу немесе тотықсыздану процесіне жататындығын анықтау үшін біз бастапқы және кейінгі күкірт атомдарының тотығу дәрежесін анықтау керекпіз. Бастапқы күкірт атомының тотығу дәрежесі бұл жай зат болғандықтан 0-ге тең, ал кейінгі тотығу дәрежесі +4. Көріп тұрғандай тотығу дәрежесі артқандықтан бұл жартылай реакциясы тотығу жартылай реакциясы болып келеді. Енді бұл жартылай реакцияны теңестіру үшін күкірттің тотығу дәрежесін 0-ден +4-ке дейін арттыру үшін қанша электрондар берілу керегін санау керекпіз. 0-ден +4-ке дейін 4 электрон берілу керек. Яғни күкірт +4-ке дейін 4 электрон беру қажет. Себебі 0 мен +4 арасында 4 электрон жатыр. Келесі марганец тотығу дәрежесі +7 және оның кейінгі тотығу дәрежесі +4. Марганецтің тотығу дәрежесі кеміп жатқандықтан бұл процесс тотықсыздану жартылай реакциясы. Тотықсыздану процесінде электрондар қосылады. Қанша электрондар қосылғанын табу үшін біз +7 мен +4 арасында қанша электрон жатқанын табу керекпіз. Марганец +7-ден марганец +4-ке дейін тотығу дәрежесі кему үшін 3 электрон қосылу қажет. Келесі хром +3 және оның кейінгі тотығу дәрежесі +6. Тотығу дәрежесі артып жатыр,
яғни бұл тотығу процесі. Тотығу процесі кезінде электрондар беріледі. Енді қанша электрондар беріліп жатыр екен? 3, 6-тан 3-ті алатын болсақ, арасында 3 электрон жатыр. Яғни хром плюс 3-тен хром плюс 6-ға дейін тотыққанда 3 электрон беріледі. Келесі жартылай реакция хлор 2-ден хлор минус 1-ге дейін. Біріншіден, бұл жартылай реакцияны біз теңестіру қажетпіз. Себебі көріп тұрғандай жартылай реакцияның сол жағында 2 хлор атомы, ал реакцияның оң жағында 1 хлор атомы берілген. Яғни бізде хлор 2-ден хлор минус 1-ге дейін. Мына 2-ні теңестіру керек біз 2 атом болу үшін, сондықтан мына жерге 2 коэффициентін қоямыз. Енді сол жақта хлор атомдардың тотығу дәрежесі 0, себебі бұл жай зат 0-ге тең. Ал оң жақта 2 хлор атомы берілген және олардың тотығу дәрежесі минус 1. Яғни толық тотығу дәрежелері минус 2-ге тең. 0-ден минус 2-ге дейін тотығу дәрежесі кеміп жатыр. Яғни бұл тотықсыздану процесі. Тотықсыздану процесінде электрондар қосылады. 0-ден минус 2-ге дейін 2 электрон қосылу қажет. Келесі мысал, оттек минус 1, оттек минус 2. Тотығу дәрежесі минус 1-ден минус 2-ге қарай кеміп жатыр. Сондықтан бұл тотықсыздану жартылай реакциясы. Электрондар қосылады. Қанша электрондар қосылады? Минус 1-ден минус 2-ге дейін тек қана 1 электрон қосылады. Сондықтан бұл жартылай реакцияны біз бұлай жазып аламыз. Келесі мысал, күкірт плюс 6, күкірт минус 2. Тотығу дәрежесі кеміп жатыр. Яғни бұл да тотықсыздану процесі. Электрондар қосылады. Қанша электрон қосылады екен? Плюс 6-дан минус 2-ге дейін 8 электрон қосылу керек. Яғни күкірт плюс 6-дан біз 8 электрон қосып алған кезде тотығу дәрежесі минус 2 болады. Келесі фосфор, фосфор плюс 5. Фосфордың бастапқы тотығу дәрежесі 0, себебі бұл жай зат, және кейінгі тотығу дәрежесі плюс 5. Тотығу дәрежесі артып жатқандықтан бұл тотығу жартылай реакциясы. Тотығу жартылай реакция кезінде электрондар беріледі. Қанша электрон беріледі екен? 0-ден плюс 5-ге дейін 5 электрон берілу қажет. Сондықтан бұл жартылай реакцияны біз былай жазып аламыз. Фосфор плюс 5 және 5 электрон қосылады. Келесі сутек H2, сутек минус 1 тотығу дәрежесіне дейін. Бұнда сутектің бастапқы тотығу дәрежесі 0, себебі бұл жай зат. Ал кейін тотығу дәрежесі минус 1. Бұл жерде де біз бірінші жартылай реакцияны теңестіру керекпіз. Себебі жартылай реакцияның сол жағында 2 сутек атомы берілген. Сондықтан мына жерге 2 коэффициентін қоя аламыз. Сол жақта сутек атомдардың барлық тотығу дәрежесі 0-ге тең. Оң жақта сутек атомдардың барлық тотығу дәрежесі 2-ні минус 1-ге көбейтетін болсақ, минус 2-ге тең. Тотығу дәрежесі 0-ден минус 2-ге дейін кеміп жатқандықтан, бұл тотықсыздану процесі, және тотықсыздану процесі кезінде электрондар қосылады. Қанша электрондар қосылады? 0-ден минус 2-ге дейін 2 электрон қосылу керек. Яғни H2 плюс 2 электрон тең болады 2H минус 1. Енді осы видеодан үйренген тотығу және тотықсыздану процестерінің жартылай реакцияларын теңестіріп, олар қай процеске жататындығын анықтап, мына мысалдарды өздеріңіз шығарып көріңіздер.